Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео, жаңа распаковка болады. Және де бүгін бізде екі новый коллекция. Біз қазір осылардың барлығын ашамыз. Қараңыздар, бізде қаншама пакетик. Біз бүгін 9 пакетикті ашатын боламыз. Әрине де видеоны бастамас бұрын маған тіркелуді, лайк басуды и комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде обой коллекциясы новыйдан екі коллекция. Олар біріншісі обой коллекциясы, ал екіншісі әртүрлі дейтін коллекция. Қарасаңыздар болады міне. И мен қазір барлығын сіздерге пакетиктердің барлығын сіздерге қазір көрсетіп шығатын боламын. И міне ең біріншісі обой коллекциясы. Өте әдемі обой болар. Және де қандай обой деп ойлайсың? Обойды тап. И обой дейтін осындай 4 пакетик, ішінде 4 наклейка бар. Және де әртүрлі дейтін коллекция. Вот қараңыздар. Осындай жүрекше, осындай и міне. Бұл жерде 8 пакетик. Міне. Мінекей бізде осындай екі новый коллекция. И мен қазір барлығын сіздерге көрсетіп таңдайтын боламын. И осындай екі новый коллекция және де қалған коллекциялар сіздерге таныс. Мен барлығын айтып шығайын. Обой коллекциясы, әртүрлі коллекциясы, Рапунцель коллекциясы, кактус коллекциясы, жарғанат коллекциясы, және де плюшки коллекциясы, күшік коллекциясы, розовый тема коллекциясы и белгісіз коллекциясы. Розовый коллекциясы осындай адвент календар ретінде. И біз қазір не істейтін боламыз? И мынау розовый тема дегенде бізде не істелген? Біреусі ашылған. Алдыңғы видеода новый коллекция болған. Сіздер менің каналыма кіріп көре аласыздар. Давайте қазір бірге таңдайық. Мынадан мен мынаны ашқым келеді и бұны мына жаққа қоя тұрайық. Белгісіз коллекциясының осындай 5 пакетик қалыпты. И мен розовый осы пакетикті ашқым келеді. И келесі бізде күшік коллекциясы. Күшіктен вот осынау таңдайық. И бізде 5 пакетик қалады. И бізде плюшки коллекциясынан мен ашқым келеді. Көк түсті ашқым келеді. Және де бізде жарғанат коллекциясынан 4 штук қалған. Мен қазір күлгін түсін таңдағым келеді. Бізде және де келесі видеода 2 немесе 3 новый коллекция болады. Мен неге өте көп нелер істеп жүрмін? Видео сайын 2-3 коллекциядан қосып жүрмін. Себебі бізде тезірек бітіп қалып жатыр. Және де мен көп пакетиктерді ашқым келіп жүр. Мысалы 10 сондай. Мен құрра дегенді таңдаймын. Бізде келесі әртүрлі новый коллекциямыз. Маған ең қатты ұнаған осы и осы ұнады, потом осы ұнады и осы блокер ұнады. Мен қазір осындай бір жаман пакетикті, маған ұнамайтын бір пакетикті таңдадым. Және де обой коллекциясынан осындай 4 пакетик, и мен осындайды таңдаймын. Обойды тап. Осындай коллекциялар қазір бірге не істейтін боламыз, ашатын боламыз. Обой коллекциясы, белгісіз коллекциясы, потом күшік коллекциясы. Давайте мынау болсын, мынау и мынау екеуі. И менің каталогым, и казнашке каталог келеді. И міне біздің каталог. И бізде ең біріншісі ол күшік коллекциясы. Оның номері 1 екен. Қазір біз бірге жабыстырамыз. Вот осындай номері 1. И ол осындай роза ұстап тұрған. Давайте жабыстырамыз. Бірге.
Потом келесі пакетик. Так, келесі коллекция екен. Белгісіз коллекциясы. Және де уже бізде мектепке жақын қалды. Және де біз уже кітап не істейміз, кітап аламыз. И мен сіздерге влог түсіремін. И кітап алғаннан кейін барып түсіретін болдым. Менің сөмкемді дайындаймын дейтін. Бізде осындай ол шықты. И бұл номер 8. Келесі бетте ол. Және де бұл менің каталогым біткен кезде мен не істеймін, бұған обзор түсіріп, екінші каталогты несейтін боламын, алатын боламын, екінші каталог. Келесі бізде плюшки коллекциясы, вот осындай 2 штук. Короче, ұмытып кеткен маршруты. Давайте былайынан аша берейік. Ой, не болды. И вот нормально болды. Бұнысы енді бізде осындай қыз. Екіншісінде осындай iPhone ұстап тұрған қыз, короче. Жабыстырайын. Мен жабыстырдым. Келесі мені істейік. Так, келесі бізде Рапунцель. Вот. И біздің наклейка. Бізде 2 штук наклейка шықты. Біріншісі осындай наклейка. И екіншісі осындай наклейка. Давайте жабыстырайық. Маған бұл ұнайды. Осылайынан типа осындай немен жасаған не. Көрінсе ме, өте күшті. Келесі бізде жазу тема болсын. Адвент, яғни бізде адвент календар. Вот осындай адвент календар. Мына жерін мен уже ашқан. Бұдан бізде Hello Kitty диск шықты. Келесі мен жаңағымнан ашам дедім. Күшті шықты. И бізде осындай жүрекше шықты. Жүрекше наклейка. Давайте жабыстырайық. Номері 2. Так, біз мында жабыстырамыз. Күшті. Так, келесі бізде кактус және жарғанат несі. Кактус, потом жарғанат коллекциясы. Ашайық. Бұның номері 1. И бұл бізде осындай кактус жуынып жатқан. Давайте бірден жабыстырып тастайық. Аяндай алғаныз. Бірге жабыстырамыз. И келесі бізде осындай жарғанат коллекциясы. И және де достар, бізде уже 5000 подписчикке жетейін деп қалдық. Сол себептен маған тіркеліп кетіңіздер. И бізде класс дейтін не шықты наклейка. Ой, бұның номері 3. Вот, біз қазір 3-ке жабыстырамыз. И келесі бізде новая коллекция. Ол бізде обой коллекциясы. Давайте одан да әртүрлі коллекциясын жабыстырайық. Вот осындай әртүрлі коллекциясы. И келесі бізде обой коллекциясы.
и бізде номері 6. Біз мында жабыстырамыз. И бізде осындай күшік шықты. Күшік наклейка. Міне. И келесі бізде екінші новый коллекциямыз. Ол әрине де обой коллекциясы. Обойда так. И бізде осылайынан сәнделген. Вот осындай 4 штук наклейка, яғни обой. И мына жерлерге обой деп істедім, өте әдемі болу үшін. И бізде перфорация топ. И аламыз. Мен бұны неге бұлайынан жыртпаймын, себебі бұл жерлерді мен скотчтағам. Бұл пакетик керек маған. Керек дейін сақтап қоям, яғни. Бұны номер 3 біз мұнда жапсырамыз. И бұл бізде қандай деп ойлайсыздар? Уже мына жерлерден көрініп тұрған секілді. И бұл бізде вот осындай жүрекше обой. Сіздердің обойларыңыз осындай ма? Егер де осындай болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Вот қараңыздар. Номер 3 біз мұнда жабыстырамыз. Номер 3. Көрдіңіздер ма, күшті? Мінекей. Бізде осындай обой цветтерін қараңыздар. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де видео ұнаса сіздерге, әрине де маған тіркелуді, лайк басуды, комментарийға өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Алда өте қызықты видео, влог, челлендж, тағы да басқа видеолар шығатын болады. Сол себептен маған тіркеліп қойыңыздар. Біз уже 5000 подписчикке жетейін деп қалдық. И алдан новыйдан нелер шығатын болады, новыйдан коллекциялар шығады. И келесі видеода 1 немесе 2 немесе 3 новый коллекция шығаруға тырысамын. И осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар.